Всем привет, дорогие подписчики. Как ваши дела? Хорошо, да? Нормально? Шошып кеткен жоқсыздар ма? Егер шошып кеткен болсаңыздар, дәл қазір видеоны тоқтатыңыздар да астына жазыңыздар. Дәл сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Ойбай, біз бұл Оғызды қазақ тілін жана шырма десек, өзі де адасып кетті ме деп ойлаған шығарсыздар. Енді кішкене бір қалжыңдап, авиадикустан ұрлап алған нәрсемді жасап көрсетейін дедім. Көпе қалдырыңыздар ма, сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Егер қолыңыз ауырмаса, бауырың енді бір жазылып кетпейсің ба? Жазылмаған болсаң каналға ше. Енді қайтадан салмақты жігіт болайық та, басынан бастайық. Армысың тұран елі. Сөзім бардың жаңа бөлімінде ұлттық құндылықтарымызды аяқ асты ететін бәле бағдарлама қалаулым турасында бір ауыз сөзімізді айтып кетеміз. Уақыт жоғалтпайық та бастайық. Мен Оғыз Доған, елде қалған ізім бар, құлдан қорықпас көзім бар. Рұқсат етсең, ей халқым, менің де айтар сөзім бар. Мен қалай көрдім солай. Бека. Негізінде? Тезірек ажыратып алыңдар, жігіттер. Коронавирус қалай Қытайдан шыққан болса, осы жиіркенішті бағдарлама Түркиядан шыққаны рас. Өкінішке орай, біз Түркияның түріктері болып, осы бәленің зардабын ұзақ жылдар бойы тарттық. Осы бағдарламаның жамандығы соншалық ұлттық құндылықтарды ғана емес, адамның жеке басында жерге кіргізеді. Үлкен ер кісілер, әйел кісілер сол бағдарламада тауық та болады. Buradan da senin tavuk rolünü üstlenmeni istiyoruz. Tamam, oldu. Kıt kıt kıtak. Kıt kıt kıtak. Yumurtası sağ. Evet, buyurun şimdi alalım. Әдемі жас жігіттер сол бағдарламада енді бәрі рөл ғой, рөл болған мен бір-біріне жаман сөздер айтып ұрыса береді. Konuşabilecek kapasitede bir insan değilsin. Ben konuşurken sen bir dinle, ondan sonra cevap. Ya bir adam ol, bir dinle kardeşim. Adam ol, dinle önce. Айқай шу еш қашанда bitmейді. Ben geldim 3 ay 40 gün burada kaldım. Bu kadar basit bir programsa ben burada niye buradayım? Ve kendisi niye burada? Hatta şu annesinden hocaya Көшеде көрсек, сыртқы келбетіне, мұртына қарап, сыйлайтын, бас иетін адамдар сол жерде клоунға айналады. Mangal gibi yürek olması lazım. Tіпті ақсақалды аталарға дейін өзін маймылға айналдырады. Pazara kadar değil, para, altın, gümüş, pazara kadar, eve kadar, sonra yıkıldı yuvayı, ne? Ертең бүрсі күні бала туып, ана болатын қыздарымыз сол жерде өздерін өте ерсі жаман көрсетеді. Gel kurban olayım, gel. Gel buraya. Açsana, Açar mısın ya? Yap, çekilir misin? Aç. Солай еді негізі, солай болатын еді. Өйткені осыдан дәл 3 жыл бұрын, 2017 жылдың сәуір айында осы жиіркенішті бағдарламаларға мемлекет тарапынан Түркияда тыйым салынды. Егер менің талап етуге құқым бар болса, бауырларыңыз ретінде осы жек көрінішті, қоғамды, түркінің тәрбиесін аяққа таптап жатқан, осы жиіркенішті бағдарламаның жабылуын, заң аясында тоқтатылуын қатаң талап етемін. Құдайға шүкір, соңғы уақытта Қазақстанда да осы жек көрінішті бағдарламаға қарсы халықта резонанс пайда болды. Осы мәселені ең жоғары деңгейде көтеріп жүрген адамдардың бірі Ахметбек Нұрсейла деген кісі. Біз шын өмірде таныспаған болсақ та, мен о кісіні сыртынан танып, видеоларын көріп, сыйлап жүрмін.
халыққа, әсіресе жастарға өте пайдалы, патриоттық сезімі бар ақпарат беріп, оларды ағарту жұмыстарымен айналысып жүрген өте қымбатты азаматтардың бірі. Бірақ осы жерде Ахметбек мырзаға деген менің кішкене бір ренішімді айтуыма рұқсат етіңіздер. Ахаң соңғы видеолардың бірінде осы қалаулым жабылсын деп ұран көтеріп, өте дұрыс, қолдаймын. Бірақ осы бағдарламаны Түркияның агенттері ойлап тауып, Қазақстанға әдейі кіргізген туралы сөздер айтты. Мен айтайын, қалаулым қайдан шыққанын. Түріктер Қазақтан ақша жасау келіп 5 жыл қазақты зерттеген. Шәкәрімнің атына қойған Шәкәрім сол түріктердің қолшоқпары болып, қазаққа қарсы сойыл соғып жатыр. Түріктерге қосылып алып, қазақты улайтындай осы бір түріктердің келіп халықты топастандырып жатқан, халықты лайлап жатқан түріктің идеологиясына, біздің халық топастандыру идеологиясына. Енді бұл дұрыс емес қой. Осы бағдарлама Түркиядан көшірілгені рас. Мысалы үшін, осының бәрі ақша үшін болғаннан кейін, кез келген мемлекеттен барады, өзіне ұнайтын, ақша табуға болатын форматта алады, Қазақстанда соны іске асырады. Сіз осы видеоңызда бірнеше рет айттыңыз сол сөзді. Түріктің қолшоқпары деген сөздерді көп айттыңыз. Мен ренжіп отырмын. Жоғарыда айтып кеткендей, осы бәледен біз де зардап шектік. Түркияда біз де кезінде күрестік, сіз осы жерде күресіп жатқандай. Құдайға шүкір, жеңіске жетіп, мемлекетіміз осы жек көрінішті бағдарламаға тыйым салды. Кейбір ақшаға табынатындардың одан да көп ақша табу үшін кез келген бір мемлекеттен көшіріп алған форматын, ол мемлекеттің агенттері әдейі қазақты улау үшін жасады деп айту, бұл шындыққа жанаспайды. Екіншіден, сіз алаш ардақтыларын аузынан түсірмейтін адамдардың бірісіз. Мысалы үшін Мағжан Жұмабай немесе Мұстафа Шоқай атамыз сіздің осы сөздеріңізді естісе, сізге ұрыспас па еді? Өзімнен мысал келтірейін. Мысалы үшін мен осы YouTube арнада қазақтың ішкі мәселелеріне байланысты тақырыптар болғанда түрікше субтитр қоймаймын. Өйткені мен Түркияның азаматтарына, өз жерлестеріме Қазақстанда жаман жақтарынан көрсеткім келмейді. Енді барлық видеоларға субтитр қойып, маған да жақсы ғой, Түркияның бір 80 миллион азаматын осы жерге тартып, каналымның жазылушыларын көбейту маған да жақсы еді ғой. Бірақ мен осы жасыма дейін Қазақстанда жаман жағынан көрсететін бір видео түсірген емеспін, бір мақала жазған емеспін. Осы сіз айтқандарыңыз шын болған күннің өзінде жақсысын асырып, жаманын жасыру керек емес пе еді бауырларға? Бірақ қайтадан айтайын, бұл айтқаныңыз дұрыс емес. Кінәлайтын адам іздейтін болсаңыз, осы бағдарламаны Қазақстанға кім әкеліп қойса, оны іздеп, оны тауып, оған ұрысыңыз. Сол видеоңыз, сол сөздеріңіз үшін мен сізге қатты ренжіп отырмын. Одан да біз күштерімізді біріктіріп, барлық жамандыққа, қоғамды улайтын барлық бәлелерге қарсы неге бірге күреспеске? Бір-бірімізді негізсіз себептермен жамандағанның орнына. Енді әрине сүйінші сұрау үшін әлі ерте шығар, бірақ та бүгін мен осы видеоға дайындалып жатқан кезде өте жағымды, өте керемет бір жаңалықты естідім. Мемлекет басшысының баспасөз басшысы Берік Уәли өзінің Facebook парақшасында мынандай пост жариялады. Соңғы кездері республикалық арналардан шығып жатқан халқымыздың менталитетіне сай келмейтін, қазақтың салт дәстүріне, ұлттық болмысымызға қайшы, шығыстық қалпымызға сәйкес емес, қалаулым сен атты бағдарламаларға қоғам тарапынан қарсылық көбейіп кетті. Азаматтар әлеуметтік желілерде қол жинап, бағдарламалардың жабылуын талап етіп, бақ беттерінде түрлі сыни мақалалар жарияланып жатыр. Мемлекет басшысы аталған бағдарламаларға қатысты қоғамның ұстанымын біледі. Соған сәйкес тапсырма берілді. Халықтың пікірі ескеріліп, арналардың да саясатына нұқсан келтірмей, тиісті шешім шығарылады. Енді ол тапсырманың мазмұнын білмейміз, енді жақын арада онымен де танысатын шығармыз деген үміттемін. Көрдіңіз бе әлеуметтік желінің күшін? Сол үшін де мен ылғи айтып жүрмін, осы YouTube'да біз қазақ тілді арналардың санын көбейтуіміз керек. Оның бірі менміз, ол жазылмаған болсаң жазып қойшы.
халықтың талабына ешкім қарсы тұра алмайды. Мемлекет халық үшін бар, халықтың бақыты үшін бар. Мен Қасым Жомарт Тоқаев мырзаны, құрметті президентті, осы тапсырмасы үшін құттықтаймын. Біз түркі екенімізді, түркі бабалардың ұрпағы екенімізді, олардың мұрагері екенімізді әсте естен шығармайық ағайын. Өскелең ұрпақ, болашақтағы ұрпағымыз, жастарымыз, балаларымыз, немерелеріміз бізден ұялмас үшін, бізді үлгі тұтып, біздің жолымызды мақтанышпен қуу үшін оларға лайық болайық. Жамандығымыз болса, жамандығымызды жасырайық. Жақсылық болса, асырайық та тасырайық. Жек көрушілікті емес, жақсылықты ғана таратайық. Халқым.